Так, бүгін уже марафонның 6-шы күні. Марафонның 6-шы енді үйрене бастадық. Тамаша, иә? Біз бұрын бизнесқа келген кезде болсын, иә, мысалға, оқып алып, примерно жобалап, мысалға, осындай деп кітапта жазылған бойынша аштық, именно Юрий Рут ол тренер, иә? Тренер, чтоб не үшін, өйткені салмақты бір қалыпта ұстау үшін. То есть зарядканы қалай жасау керек, барлығын үйретіп жатыр. Тамаша, 6-шы күн бізде, иә, қазіргі таңда. Неге? Өйткені керемет бір салмақ тастап кетпесек те, өзімізді жеңіл ұстап жатырмыз. Сол үшін бүгін керемет сіздермен бөлісетін, иә, именно қазіргі таңда С9 командасымен қатысып жатқан, иә, мысалы, арамызда, мысалы, партнерларымыз бар, например, енді өздері қатысып жатқан, бірақ қазіргі таңда өзі С9-ке қатыспай командасында қатыстырып, иә, неге? Өйткені уже результатты жайлап бірге көріп жатқан. Қазіргі таңда Forever компаниясының Алоэ Вера Forever компаниясының супервайзері, 3 баланың анасы, сүйікті жар, қазір жайлап негізгі жұмысын айнала бастады. Арманы үлкен, мақсаты айқындалып келе жатыр, иә, қазіргі таңда. Енді не үшін бізге С9 программасы қажет дейтін болсақ, қазір сіздермен Тияқбаева Сандуғаш ханым тамаша бөлісетін болады, иә. Соңына дейін тыңдайтын болсақ, көптеген ақпарат аламыз деген ойдамыз. Өйткені қазіргі таңда біздің қатысып жатқан марафонның уже біз 6-шы күнінде 150 шақты адам қатысып жатыр, иә. Сол үшін барлық бізде чатта бөлісіп отырады. Обед, ужин, завтрак деген сияқты барлығы рет-ретімен. Соны қазір сіздермен жақсылап Сандуғаш ханым бөлісетін болады. Сандуғаш ханым, микрофонды өшірем, микрофон өзіңізде. Так, сізге сәттілік тілеймін, иә. Енді уақыт созбай жалғастырсақ. Иә, рахмет Күнсұлған. Қайырлы кеш, құрметті форевершілер. Бүгін С9 программасына уақыт беріліп отыр. Жаңағы Күнсұлғаным айтпақшы, менің 2 партнерім және өзім осы марафонға қатысып жатырмыз. Иә, бүгін 6-шы күн. Өзімізді жақсы жеңіл сезініп жатырмыз. Марафонға енді бірінші рет қатысып отырмыз. Алдында өз бетімше ішкенмін, сіздерге айттым өткен аптада. Clean 9 бұл глубокая очистка организма и похудение дейді. Бұл жерде тек қана салмақ тастау емес, ағзамызды клеткалық деңгейде тереңінен тазалау. Бұл сондай программа. Ғалымдар бұл программаны ойлап шығару үшін 20 жыл уақытын бөлген. Мысалға бізде әр жерде естіп жатасыздар ғой, жаңағы әртүрлі марафондар жүріп жатады, әртүрлі диет, әртүрлі спорт. Ол жерде кейбір денсаулыққа зиянды жақтар болып жатады. Ал бұл жерде Clean 9-тің 20 жыл не үшін ойлап шығарды? Біздің ағзамызға ешқандай зиянын келтірмей, ағзаны ешқандай шоковый состояниеға келтірмей, солай салмақ тастауды ойлап шығарды. Салмақ тастағанда өткенде де айттым, мысалға біздің ішектеріміз өзімізден 12 есе үлкен, өте ұзын болады екен. Сол ішегімізге жайлап, жылдап, қабаттап ішекке шлактоксин жинала бастайды. Біздің ішкен жеген тамағымыздың зиянды нәрселері, дәрі-дәрмектеріміз, соның бәрі осы біздің ішектерімізге жиналады. Ішекте осындай талшықтар болады екен да, ворсинка дейді ғой. Мысалы, теріміздің сыртында түктер болады. Сол сияқты ішекте де сондай түктер болады екен. Сол түктерге әртүрлі нәрсе жиналған кезде
сол түк арқылы біздің ағзамызға ішкен жегеннің пайдалы нәрселерді сол түктер арқылы сіңіріп отырады ішектер. Сіңіру арқылы ағзамызға жіберіп отырады. Ал сол жерлердің бәрі бізде шлакқа, токсинге жиналып қалған болса, ол кезде біздің ағзамызға ешқандай пайдалы нәрселер бармайды да, содан біздің ағзамыз май жинай бастайды. Май, шлак, токсин, май әртүрлі. Содан жаңағы давление, жүрек ауруы, сахар, өттің толуы, одан қалса мына бүйрек ауруы, буын, даже мына буын ауруында біз ойлаймыз, кальций жетіспеді немесе әртүрлі жағдай, соның бәрі осы шлактан болады. Даже буын ауруының да онкология дейміз, 7-ші стадия. Соның бәрі осы шлак токсиннің жиналуынан болады екен. Ал мынау клин-9 бізге тек қана салмақ тастау емес, жаңағы бүкіл ағзамызды клеткалық деңгейде тазалайды. Бүйрек, бауыр, өт, ішек, тоқшек, қан тамырларды, одан қалса мына терілеріміздің барлығының жағдайын жақсартады екен. Бұл клин-9-тің ішінде 2 согымыз болады. Сокты өздеріңіз білесіздер, ішіп жүрсіздер. Ол жерде 200-ге жуық компонент бар, 18 амин қышқыл, 20 витамин, 12 минерал бар. Сок бұл біздің ағзамыздың именно ЖКТ дейміз, ішек, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады, іш қату, іш өту деген проблемалардан арылдырады. Одан қалса ағзаны шлак токсиннен тазалайды, иммунитетті көтереді. Одан қалса мынау клеткаларды жаңалайды, жасартады. Сосын біздің қанымызды тазалап шығарады. 90 күнде клетка жаңаланады ғой, соның бәрін тазалап шығарады. Ал енді мынау бұл тач деппін ғой. С9 коробкасының ішінде гартиния деген нәрсе бар. Гартиния бұл камбоджинская гартиния дейді. Сондай гартиния деген өсімдіктен жасалған капсула. Бұл біздің ішкен жеген тағамдарымызды майға айландырмай, тікелей көмір суларды майға айландырмай, қажетті витаминдерін сіңдіріп, қажетсізін сыртқа шығарып отырады екен. Ал терм деген өнім бар, ол да өсімдіктен жасалған. Терм осы уақытқа дейін біздің тері мен еттің арасындағы жиналған майды еріте отырып, бізді артық салмақтан арылтуға көмектеседі. Жирсжигающий дейді ғой, жирсжигающий таблетка. Бұл өнімдерді сіздер күнделікті ішіп отыруларыңызға болады. Тек қана марафон кезінде емес, жаңағы гарсинияны тамақтың алдында ішеміз, терімді тамақтан кейін ішіп отырамыз. Сосын файбер деген бұл жерде клетчатка бар. Клетчатка біздің ағзамызға күнделікті қажетті өнім. Бұл біздің ішегімізде абсорбация жасайды. Ішектегі жаңағы айтып өткен шлак токсиннің бәрін өзінің бойына сіңіріп алып, сыртқа шығаруға көмектеседі. Файбер. Бұл өнімді де күнделікті ішіп отыруымызға болады. Біздің ағзамыздың щетка сияқты тазалайтын сондай клетчатка. Бүкіл ішегіміздің бәрінде тұрып қалған нәрсенің бәрін өзінің бойына сіңіріп, сыртқа шығарып отырады. Іш қату кезінде де өте жақсы көмектеседі, іш өту кезінде де. Бұл 30 клетчатка бар бір коробкасында. Сосын бізде ультралайт коктейліміз бар. Коктейлдің ішінде Б тобының бірнеше витаминдері, B12, B9, B2, B3 деген сияқты Б тобының бірнеше түрлі витамині бар. Сосын минералдар бар. Витамин мен минералдардың комплексі осы ультралайт коктейлінде. 2 түрлі дәмі бар, ванильный, шоколадный, әркім өз қалауымен. Бұл коктейлді толамын деген кісілерге сүт
сүтпен немесе сондай кефирмен қосып ішуге болады. Арықтаймын деген кісілер суға араластырып ішеді. Бізге осы марафонға қатысу барысында тренер Юрий Рут салмақ қосамын деген кісілерге де арнап бізге не жіберді. Салмақ қосатындарға қалай ішуге болады? Осы Clean Davidті салмақ қосуға да ішуге болады екен. Оны қалай ішеді, бізге оның программасында жіберді марафон барысында. Сол сияқты осы коктейльді тек қана біз емес, мынау жаңа туылған сәбилерге қосымша тағам ретінде ішуге болады. Өте пайдалы. Бүкіл адам ішуге болады. Үйдегі балалар да ішуге болады. Жаңағы бүкіл күнделікті біздің ағзамызға қажетті витамин, минералды толықтыра отырып, бұл коктейльге әртүрлі жеміс жидектерді қоса отырып ішуімізге болады. Әркімге, кімге қандай дәмі ұнайды, солай. Бұл жерде бұл С9 программасының ішінде шейкер бар, коктейль араластыратын, сосын сантиметр бар. Біз енді осы марафонға қатысып жатқан кезде жаңағы әр 3 күнде салмағымызды өлшеп отырамыз, сосын сантиметрмен жуан жерлерімізді өлшеп отырамыз. Соның бәрін біз жаңағы чатқа жіберіп отырмыз. Чат болғанда жеке жаңағы ұйымдастырушыға жіберіп отырмыз. Мысалы, бүгін 6-шы күн, бүгін өлшенетін күніміз, бүгін өлшеніп жібердік. Бірінші, екінші күні мүлдем тамақ ештеңе ішпейміз. Тренердің айтып отырған нәрсесін бәрін ішіп отырамыз. Ол кісі бізге қай уақытта обедте не жейміз, не ішеміз, неден кейін нені ішеміз, сосын перекус, ужин бәрін бізге жіберіп отыр. Ұмытып кетсек, жаңа қараймыз да, мына ішетін уақытымыз болып қалды екен ғой деп, сразу жаңағы ішетін нәрселерімізді ішіп аламыз. Бірінші, екінші күні әрине қарын ашады, бірақ шыдауға болады. Өйткені жаңағы мынау файбер деген біздің созылып кеткен асқазандарды жинап, аппетитті тоқ тұтады екен да, көп тамақ ішуге не бермейді. Бізге болды, тойдық деген сигнал беріп отырады да. Мысалға, мен өзім бір тарелканы толық жей алған жоқпын. Сондай уже асқазанға жаңағыдай аз ауқат тамақ жеуге не береді екен, осы файбер деген. Сосын бізге мына обедте 3-ші күннен бастап тамақ ішеміз. Тамақ ішкен кезде тек қана обед уақытында ішеміз. Обедте бізге қазір 500 калориялы тамаққа рұқсат беріп отыр. 500 калориялы тамақ ішіп жатырмыз. Ешқандай қарнымыз ашып жатқан жоқ, өйткені коктейль барлығы тамақтан берілетін бүкіл витаминдермен ағзамызды толықтырып отырмыз. Сол үшін қарын ашу, ондай қатты сезім жоқ, шыдауға болады екен. Шыдап жүрміз. Мысалы, мен бүгін өзім вообще тамақ ішкен жоқпын, 500 калорияны. Тек қана жеміс жедім, жеміс болғанда жүзім жедім. Қалған тамақтың орнына коктейль ішіп отырдым. Сол сияқты тамақ ішпей ағзаны тазалауға, шыдауға болады екен. Бүгін Құдай қаласа 6-шы күн. Юрий Рот бізге таңертең жаңағы күнделікті жасайтын разминка, бірінші денені қыздырып аламыз, одан кейін упражнение, соның бәрін жіберіп отыр. Таңертең сағат 6-да тұрамыз. 6-да тұрып, 6-дан 7-ге дейін әртүрлі жаттығулар, сосын таза ауада жаяу жүру. Күніне 10.000 шаг жүруді бізге жаңағы беріп отыр. Мысалға, мен бүгін 10.000 шаг жүрдім. 10.000 шаққа жайды жүруге болады екен. Жаңағы шагомерді қосып қоямыз да. Мен өзім бүгін 10.000 шаг жүрдім. Өйткені жаңа магазинге продуктіге бардым, одан қызыма кофта қарадық, анау алдық, сөйтіп жүргенде 10.000 шаг жүріп қойыппын кешке дейін. Сол сияқты күніне 10.000 шақты бізге беріп отыр. Жаңа бір жерде ұзақ отыра бермей, ары бері таза ауада жүру керек екен. Ал енді бізде жаңағы ішінде осындай, С9-тің ішінде осындай брошюркасы бар. Осы брошюркада барлығы түсіндіріп айтылған.
ішінде қандай продукция бар, одан қалса мінекей денемізді өлшеу, весті өлшеу, бәрін жазу, жаттығу, бәрін түсіндіріп айтып қойған мына жерде. Ал енді мына бірінші, екінші күні нешеміз бәрі көрсетіліп тұр, бәрі түсінікті. Міне завтракқа нешеміз бәрі жазылып тұр. Міне перекус, обед, ужин бірінші, екінші күні осыларды қайталап отырамыз. Ешқандай тамақ ішпей. Ал енді мынау үшінші күн мен 9-шы күнге қарай нешеміз, не жейміз бәрін көрсетіліп қойған. Мына жерде мысалға обедте жаңа 600 калориялы тамақ, оны көрсетіп отыр. Мына жерде коктейлге әртүрлі жеміс жидектер қосып ішуге болады, оның рецепті көрсетіліп отыр. Сосын бізге рұқсат берілген жемістер және көкөністердің тізімі мына жерде рұқсат берілген. Осыларды жей беруімізге болады. Ашық жүргенде аш жүре беруге деген сөз емес. Міне арасында рұқсат берілген жеміс жидектер бар, көкөністер де бар. Осыларды беріп отыр. Ал енді жаңа 600 калориялы тамақ жейміз дейміз ғой. Соның да рецептерін беріп қойған. Бізге үйретті жаңағы чатта әртүрлі бірнеше рецепті жіберіп отыр. Осының ішінен қалағаныңызды дайындап жеуіңізге болады. Өте оңай. Жаңа гречка, индюкпен дейді, оған қосымша жаңа свежий салат дейміз. Соларды беріп отыр, жеуге болады. Ал енді міне упражнение физическая нагрузка дейді. Бізде мысалға мынау тек қана диета ұстап салмақ тастау дұрыс емес деп айтып жатыр тренер. Онымен қоса жаңағы диетамен қоса физический упражнение бірге жүру керек. Физический упражнение жасап жүріп тамақты дұрыс тамақтанбайтын болсақ, ол кезде де салмақ тастауымыз екіталай. Сол үшін упражнение мен диета екеуі бірге жүру керек. Бізге өте дұрыс упражнение мен дұрыс жаңағы мынау диета дегеніміз өзіміздің клиндебитті беріп отыр. Сонымен өте жақсы, ешқандай қарнымыз ашып атқан жоқ, шаршап жатқан жоқпыз. Сол арқылы есік жаба салшы, Танай. Есікті итеріп жаба сал. Сол арқылы жаңағы өте ешқандай ағзамызға зиян келтірместен салмақ тастауға мүмкіндік беріп отыр. Ал енді міне толтырып отырған күнделігіміз, мына бірінші күні өлшенген, екінші күні мынау міне үшінші өлшенген менің жаңағы күнделікте өлшеп жазып отырмын. Қай жерімізді қалай өлшеміз, соның бәрін мына жерде түсіндіріп отыр. Жаңағы талия, бедра дейді, қол дейді, барлық жердің жуан жерін өлшеп жазып отырамыз. Мына жерде разницасын қарап отырамыз. Міне мысалға мына жерде бірінші күннің не тамақ жедік бәрін белгілеп отырмыз. Жаттығу жасағанымызды жазып отырмыз. Мына жерде ішкен суымызды күніне 8 стакан су ішіміз керек. Сол аралықта сол 8 стакан су ішіп отырмыз. Мына соны белгілеп отырмыз. Кешке дейін жаңағы әр перекус, обед, завтрак, ужинның арасында 8 стакан су ішуіміз керек екен. Осы су ішу арқылы ағзаны шлак токсиннен тазалауға болады. Міне екінші күні барлығын мына дневникте толтырып отырамыз. Күнделікті ішкен жаңағы суымызды, тамағымызды, жаңа гортиня бәрін. Міне мінекей мен барлығын толтырып отырмын. Мынау бүгінгі ішкен жаңағы толтырып отырған нәрсеміз. Осылай күнделікке барлығын өте түсінікті, өте барлығына жеткілікті жазылған. Сол арқылы біз салмақ тастау мүмкіндігіне ие боламыз. Енді марафонға қатысудың бір несі, бір кереметі бізге жаңағы мысал марафонға қатыспаған кездегі ішкенім басқа, менің бұрын осыдан 3 жыл бұрын ішкенім. Марафонға қатысқан кездегі басқа. Өйткені бұл жерде бір мотивация пайда болады да,
жұрттардың жаңа жаяу жүріп жатқанын көреміз, упражнение жасап жатқанын жіберіп жатыр чатқа, ішіп жатқан тамақтарын жіберіп жатыр. Уже адамда мотивация пайда болады екен. Жаңағы тамаққа қызығып жеп қоймайсың, ешқандай өз-өзіңді бір неге шақырады екен адам, жаңағыдай шыдамдылыққа, төзімділікке, адамның бір сондай кезде өзіңді мықты жағынан тәрбиелейсің, былайша айтқан кезде. Тек қана бұл жерде салмақ тастау немесе сондай нәрсе емес, бұл төзімділікке де үйрететін сондай программа. Өте керемет. Марафонға менің айтпақшы 2 партнерім қатысып отыр. Сарыағаштан екеуі де, біреуі ауырып қалды грипп болып, соның өзінде де қатысып отыр. Грипп болып жатса да, ал тағы бір партнерім, ол өте активный қатысып отыр. Менен де активный десем болады. Жаттығу бәрін, аэробика дейміз ютубтан, соның бәрін жасап жатыр қосымша. Маған күнделікті жаңағы жеп жатқан 500 калориялы тамағын түсіріп жіберіп жатыр, салатын жаңағы терім ішіп жатқан обедте жасап жатырмын. Жаттығу деп күнде өзі отчет беріп отыр. Сол бір партнерім Сарыағаштан Назира деген. Олар да өздерінің осы жаңа өлшенгенін бәрін жаңағы жеке чатқа жіберіп отыр. Күнделікті жаңағы тастаған салмағын бәрін өлшеп жіберіп отыр. Құда қаласа жақсы жетістікке жетеміз деп ойлаймын осы марафонда. Бұл жерде енді жаңа айтып өттім, тек қана салмақта ұстау емес, ағзамызды терең тазалаған екен, адамда бір шаршамау, тамаққа деген ешқандай жаңағы тәуелділіктен, мысалы көп тамақ жеу, сондай нәрселерден адамды тыяды екен да, өте жақсы сезім пайда болады адамда. Қанша мынау тамақ ішпесек те шаршамай жүрміз, өйткені мына тамақтан алатын витаминдермен толықтырып отырмыз ағзамызды. Өте керемет. Келесі марафонда қатыспаған кісілерге қатысуға кеңес беремін. Өйткені марафонға қатысып ішкен ол басқаша. Осы Clean Davidті. Сол себептен марафонға қатысыңыздар. Былай да ішіп жүрулеріңізге болады. Бұл ағзамызды бір тазалау. Жылына біз 2 рет ағзамызды тазалап отыруымыз керек. Ағза тазаланғаннан кейін бізде аллергия, давление, жүрек ауруы, буын ауруы, бауыр ауруы, бүйрек ауруы, шаштың түсуі, соның бәрінен арылады екенбіз. Бізге үйретіп, соның бәрін өте керемет түсіндіріп отыр. Күнде видео көріп отырмыз. Сол үшін марафонға қатысқаныма өте қуаныштымын. Өте жақсы сезімде, жеңіл, өзімізді бір жеңіл сезініп, жаңағы сондай сезімдемін қазір. Мысалы шаршамаймыз, кешке дейін жаңағы жұмыстармен ары-бері жүріп жатырмыз. Мысалы қазір осы нені өтетін кезде үйге қазір кіріп келдім да, осы 9-да үлгеріп үйге кіріп келдім. Оған дейін азаннан кешке дейін сол жұмыстармен жүреміз ғой, кешке дейін. Ешқандай шаршау, әлсіреу, ондай қабақ тию, ондай нәрсе болып жатқан жоқ. Бәрі өте керемет өтіп жатыр күнделікті күніміз. Сол себепті бұл Clean David ешқандай ағзаға зиян келтірмей, ағзаны ешқандай салмақ түсірмей, тазалау, салмақ тастау, ағзамызды тазалау ғой, детокс былайша айтқанда. Детокстың түрі көп қой, бірақ бұл өте керемет сондай детокс. Ал енді осы менің бүгінге айтарым. Тыңдағандарыңызға рахмет, уақыт бөліп. Тамаша, Сандуғаш ханым, өткендегіден де керемет айттыңыз. Өйткені сіз Дэвид программасына қатысып жатқаннан кейін уже басқаша, результат та басқаша, уже айтуыңыз да уже жаттыққан, тамаша, өте жақсы ақпарат алдым. Өте қуаныштымын. Неге? Өйткені дұрыс информация алып, дұрыс жолмен тазаланып жатқанымызға, сұрақтар
болса қойсаңыздар болады Клин Дэвид туралы. Бірақ біз осы марафонда қатысып жатқан Назира ханым, бәріміз, Тұрысбек ағай, Сандуғаш, барлығымыз келесі Дэвидке қатысуға уже Құдай қаласа дайынбыз. Неге? Өйткені келесі Дэвидте уже біз қай кезде қалап өзі 2-3 рет қатысқаннан кейін бізде күнделікті уже ол қалыпқа, әдетке айнала бастайды. Неге? Өйткені какао деген тамақтың жаңағы нелері, именно калориясын мысалы біз осы уақытқа шейін даже білмейді екенбіз. Білеміз, жалпы білеміз, бірақ ол қанша, қалай пайдалану керек, мүлдем білмейді екенбіз. Сол үшін өте қуаныштымын, тамаша. Сандуғаш ханым, сізге алғысым шексіз. Дэвид программасында жүріп өзім неғып жатырмын, азанда алтыда тұру, рахат, тамаша сезім. Кешке дейін жаңа Сандуғаш ханым дұрыс айтты, мен де қазір кіріп келдім үлгеріп. Атиланың вебинарын машинада, көшеде тыңдап келдім. Тамаша, керемет. Құдай қаласа жақсы, келесі Клин Дэвидте кездескенше. Жақсы, рахмет сіздерге. Рахмет сіздерге.